Барлық заңда бірдей емес. Айсада мен сізге қазір дәлелдеймін. Тура необходят кассы дейді ғой орыстар. Мінекей, қаншама мен полицейскийларды, қаншама мен мемлекеттік қызметкерлерді маскасыз мысал үшін түсіріп алдым, иә? Қаншама сол смарт деген неде менің алдымда менен кейін, бірақ та заң маған жүреді, маған айыппұл салады, а полицияға ешкім айыппұл салмайды. Неге? Орыстар айтады ғой, прав тот, у кого больше прав. Мінекей, это 100%. Так что заң барлығынан бірдей деп айтпаңыз. Екінші, мінекей, мен мына бір нені қаншама қыр соңынан қақып басынан бастап отырғаннан бастап мен қыр соңынан қалмай жүрмін. 1,5 жыл мен мында пикет сияқты бір кішкентай немен A4 форматпен ол да интернетте жүр. Мінекей, дәл осы 4 талапты, сол 4 талап ол болды, мен білмеймін қандай, көктем айының біреуінде. А сосын ол кірді былтыр 1,5 жыл бұрын болды. Енді қазір мына неге кірді. Сондықтан, мінекей, мұны өйткені қараңыз, олар қызмет көрсетуші, мінекей, көлік тасымалдаушы, олар бізге тұтынушыларға қызмет көрсетеді. Аптекалар, дәріханалар, олар бізге қызмет көрсетеді, сатады. Клиникалар, медициналық, олар бізге қызмет көрсетеді. Бізде екі араны. Тұтынушылар, олар бізге тұтынушыларға қызмет көрсетеді 100%. Тұтынушылар мен солардың арасын реттейтін бір-ақ заң бар. Мен өзімнің сөзімді айтып отырған жоқ, мен заңгер адвокаттың, білікті адвокаттың сөзін айтып, бір-ақ заң бар. Тұтынушыларды қорғау заңы 2010 жылғы. Тұтынушыларды қорғау заңы бойынша мінекей жаңағы заң нормаларын міндеттер, тек спецификациясына, ерекше шарттарына енгізу керек. 100%. Соны мен сіздерден енгізбейінше, мына бір апта сайын сіз сондай жоспарды бекітпейінше, мен мынадан кетпеймін. Айзада, мен айттым. Жақсы.